Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін бізде 14-ші сабақ. Евро-доллар, валютамен орындалатын операциялар және осы басқа мемлекеттердің валютасымен танысамыз және сақтауды үйренеміз. Евро ол валюта, оның қағаз және монеттер болады. Қағаз евролар, қағаз ақшалар. 5 евро, 10, 20, 50, 100, 200 және 500 қағаз ақшалар бар евро. Ал енді 1 евро және 2 евроның монеттері де болады. 1 евромыз ол 100 евроцентке тең, ал евроценттің барлығы монеттерден тұрады. 1 евроцент, 2, 5 евроценттік монета бар. Мына жерде 10 евроцент, 20 және 50 евроцент монеталары болады. Бірінші тапсырмада 2 евро берілген. Осы 2 евроны евромен және евроценттермен ұсақтауымыз керек. Соның жолдарын көрсетеміз. 1 евролық монетадан екеуі 2 евроға тең болады. 50 центтік монетадан 4-еуін алсақ 2 евро шығады. Енді 20 центтік 10-ын алсақ 2 евро шығады монетамен. Және 10 центтік монетадан 20-сын алсақ 2 евроға тең болады. Осылай сақтай аламыз. Екінші есепте қағаз ақшалар. Қағаз ақшалармен 500 евроны қалай шығаруға болады? 50 евролықтан қаншау, 20 евролықтан қаншау керек бізге 500 евро шығару үшін. 50 евродан 10 болса және 20 евродан 25 болса, онда 500 евроны шығаруға болады. Үшінші, туристер танымал субұрқақтардың біріне жылына монеттермен 200 000 евро тастайды екен. Бұл қанша және қандай монеттермен болуы мүмкін? Монеттерді жинаудың бір нұсқасын ойластыр дейді. 2 евролық және 1 евролық монеталар бар екен. Біз жоғарыда айтқанбыз. Егер біз 200 000 евроны 2 монеталық евромен жинайтын болсақ, онда бізге 100 000 керек болады. 2 евродан. 1 евродан жинайтын болсақ, 200 000 монета керек болады. Тағы бір валюта ол доллар. Доллар дүниежүзінде көптеген елдердің валютасының атауы. 1 доллар 100 центке тең. Төртінші мысалда ақш валютасының қағаз ақшалары мен монеталарына қараймыз. Сөйтемізді мына сомаларды қағаз ақшалармен ұсақтап санаймыз. Мына жерде бізде қағаз ақшалар, доллардың қағаз ақшалары және монеталар көрсетілген. 524 долларды ұсақтайтын болсақ, 100 доллардан 5-еуін аламыз, 20 доллардан аламыз, 1 доллардан 4-еуін алсақ болады. 834 долларды сондай 100 долларлықтан 8-ін, 20 долларлық, 10 долларлық және 1 доллардан 4-еуін алсақ шығады. Жетінші тапсырма. Кесте көрсетілген, оларды көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнектейміз. Мыналарды килограммен, секундпен және минутпен өрнектеп шығу керек. 1 тоннада 1000 килограмм болғанда 4 тоннада 4000 болады. Оған 9 килограммды қосамыз. Сонда 4009 килограмм шығады. 1 центнерде 100 килограмм, 9 центнерде 900 килограмм. Оған 3 килограммды қосамыз. Сонда бізде 903 килограмм шығады. Секундпен өрнектеу керек. 1 минутта бізде 60 секунд бар. 3 минутта 180 секунд шығады. Оған 10 секундты қосамыз, сонда барлығы 190 секундқа тең. Енді 1 минутта 60 болса, 20 минутта 1200. 1200 секунд, оған қосамыз 15 секундты, сонда 1215 секундқа тең. Минутпен өрнектеуіміз керек. 1 сағатта 60 минут болса, 2 сағатта 120 минут. Оған 40 минутты қосамыз. Барлығы 160 минутқа тең. 3 сағатымыз 180 минут болады. Оған 25 минутты қосамыз. Сонда барлығы 205 минутқа тең болып шығады.
9-шы тапсырмада әкем мынанша ақшаға, яғни 15.000 теңгеге төлем жасады да, оның 14.345 теңгеге заттар сатып алған. Енді оған қайтаратын ақшаны монетпен қалай жинауға болады? Соның мүмкін нұсқаларын шығаруымыз керек. Сонда әкесінде 655 теңге қалады. Енді осы 655 теңгені қандай монеттермен қайтарып алуға болады? Оның бірнеше нұсқасы. Мысалы, бізде 200 теңгелік монета бар. Осыдан үшеуін және 50 теңгелік монета және 5 теңгелік монетамен қайтаруға болады. Немесе 100 теңгелік монетадан 6-ау, 50 теңгелік монетадан 1-еу және 5 теңгелік. Тағы бір нұсқасын көрсетейін. 655 теңгені қалай жинауға болады? 100 теңгелік монетадан 6-ау, 20 теңгелік монетадан 2-еу, сосын 10 теңгелік және 5 теңгелік монетамен қайтарып алса болады. 10-шы. Екі балада барлығы 8 монет болды. Екі баланың біреуі 1 монет, ал екіншісі 3 монет жұмсаған кезде олардың қолындағы монеттері теңдей болды. Олардың әрқайсында қанша монеттен болған? Екі бала, бірінші бала, екінші бала. Екеуінде 8 монет болған. Екеуінікін қосқанда 8. Енді бірінші бала 1 монетті жұмсап тастады, яғни алып тастады. Екінші бала 3 монетті алып тастағанда, екеуінің қолында қалғаны тең болып қалды. Сонда басында мынада қанша болған, мынада қанша болған, соны табуымыз керек. Ол үшін 8-ден біз алып тастаған мына 1-ді, 3-ті алып тастауымыз керек. 8-ден азайтамын 1-ді, 3-ті. Сонда бізде 4 қалады. Ол 4 монет екеуінде бірдей болған. Енді оны теңде 2-ге бөлетін болсақ, сонда әрқайсында 2-2-ден болды. Мынада 2, мынадан 2, яғни тең болып қалды алып тастаған кезде. Басында неше монет болған, соны табуымыз керек. Енді мына жерде 2 болды. Алмай тұрған кезде қанша болған табу үшін 2-ге 1-ді қосамыз. Сонда ол бірінші балада 3 монет болған. Енді екінші балада ода да алып тастаған кезде, үшеуін алып тастағанда 2 бар еді. Алмай тұрған кезде қанша? 2-ге 3-ті қосамыз. Екінші балада басында 5 монеттен болған. Енді 3 пен 5-ті қосатын болсақ, 8 монетіміз шықты. Сонда жауабымыз 5 және 3. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Соңына дейін болғаныңыз үшін рахмет. Егер видео ұнаған болса, онда лайк басып қойыңыз және достарыңызбен бөлісіп, подписаться белгісін басып кетіңіз.